Мен Шерхан Мұртаза. Балалық шағым мен үшін ең қымбат кезең еді. Сол шақта көргенім, сезгенім өмірімнің негізін қалады. Мен ешқашан өзімді тек жазушы ретінде емес, алдымен бала, Ананың сүйіспеншілігін көрген ұл ретінде сезіндім. Менің шығармаларымның көпшілігі балалық шақтан басталады. Сол естеліктерден туған Ай мен Айша туындысында мен өзімнің және анам Айшаның өмірін бейнеледім. бала кезімде көрген қиындықтар, қорқыныштар мен батылдық сәттері, сондай-ақ анамның мені қорғауы. Бәрі де менің шығармашылық дүниемді қалыптастырды. Ай мен Айша менің өзімнің өмірімнің шағын көрінісі, бірақ ол тек жеке тарих емес. Сол арқылы мен оқырманға ананың махаббаты, балалық шақтың маңызы, адамгершілік пен батылдық сияқты құндылықтарды жеткізгім келеді. Менің сөзімше, әр бала өз анасының қамқорлығын сезіп, өмірлік сабақ алуы тиіс. Мен үшін жазу өткенімді, балалар мен ата-аналар арасындағы сезімді, сондай-ақ қиын кезеңдерді есте сақтау. Менің жазғаным тек сөз емес, өмірдің өзі.